қазақстандық танымал актер әрі әзілкеш Дәурен Айдарқұлов желіде ерекше видео жариялап, барша оқырмандарын ойландырып қойды. Өнер иесі өміріне әлдекімнің қайта оралғанын айтып, қызу талқы тудырды. Желі қолданушыларының басым бөлігі Дәурен Айдарқұловтың бұрынғы жары Ақбота Сейітмағамбетпен қайта қосылғанын болжап жазды. Белгілі актер Instagram парақшасында жариялаған видеосында халықты әлеуметтік желіде жазылып жатқан алып қашпа әңгімелерге сенбеуге шақырып, бар шындықты өзі айтуды шешкен. Друзья, часто бывает так, что люди получают какую-то недостоверную информацию с разных пабликов, с разных социальных сетей, информационных порталов. И чтобы такое недоразумение не получилось, я хочу здесь, на своей страничке, со своих уст сказать вам шикарную новость. Дело в том, что она вернулась. Точнее, я ее вернул. Было, конечно, нелегко, но мы сейчас снова вместе. Чисто. Ну-ка. Вот она, моя кошка. Алайда, өкінішке орай, қалың көпшіліктің болжамы қате болып шықты. Шоу-бизнес жұлдызы халыққа жолдаған бейне жазбасында өзінің мысығы туралы айтқан екен. Видео соңында ол үй жануарын құшақтап, оның оралғанына қуанышты екенін көрсетеді. Желі оқырмандары актердің бұл әзіліне қатысты түрлі пікір білдірді. Бірі қалжыңды түсініп оған күліп жатса, енді бірі оның бұл әрекетін аса ерсі деп санаған. Олар Айдарқұлов бұл ісімен бұрынғы жарын мазақ еткен деп жазуда.